Жергілікті өкілетті органдар мәслихаттарының құрылғанына 30 жыл. 1994 жыл тұңғыш рет мәслихат сайлауы өтіп, 30 наурызда жер-жерде депутаттардың бірінші сессиясы болды. Осы жылдар аралығында 8 рет сайлау өтіп, халық өз таңдауын жасады. Сайлауда жеңіске жетіп, көпшіліктің сеніміне ие болғандар депутаттық мандатқа ие болды. Оларға артылатын жүк те оңай болмасы анық. Бірінші шақырылымнан-ақ депутаттық корпус өз жұмысын жүйелі атқарып келеді. Алғашқы сессиядан бастап депутаттар атқарушы органдармен бірлесіп өз өкілеттіліктері шеңберінде күрмеулі мәселені шешіп, түйткілді мәселенің түйінін тарқатуға атсалысты. Жергілікті қоғамдастықтың жинақталған проблемаларын шешуге ықпал етті. Қазірдің өзінде тың реформалар жүзеге асып, елімізде демократиялық құндылықтарды енгізуде сүбелі үлес қосып келеді. Мәслихат депутаттары халық пен биліктің арасын жалғап, елмен етене араласып, жұртпен бірге жұдырықтай жұмылып жұмыс жасауда. Олар өздеріне жүктелген міндеттерге қоса, сайлаушылардың аманатын жүзеге асыру үшін аянбай тер төгуде. Қарабалық елді мекенде біраз елге жарықтандыру мәселесі бойынша трансформатор, бағана, сип кабельдер бойынша өзіміз жеке қаржымызбен жұмыс атқарып, бүгінгі таңда Қарабалық елді мекендегі Том Культура дейді. Соған сметалық құжаттарын дайындап, осы келесі бюджетке ұсынуға әрекет жасап жатқан жайымыз бар. Таза су, одан кейін сол жарық, жүйе өшетін бар, ескі бағаналар, осы мәселелер бойынша біраз жұмыс атқарылып жатқан жайы бар. Әкімшілік тарапынан, осы облыс мәслихаты депутаттары жағынан да біргелесіп жұмыс істеп, осы елдің келешектегі жақсы дамыған ел ортасында болып, сондай жағдай жасауға қызмет атқарып жатырмыз. Ширек ғасырдан астам уақыт халық қалаулылары елдің әлеуметтік, экономикалық, мәдени даму үшін маңызды құжаттарды қабылдады. Сессияларда жерлестерінен атап айтқанда, өз сайлаушыларынан бөлінбей, өзекті мәселелерді көтерді. Осы уақыт аралығында ауыл шаруашылығының түрлі салаларын қайта құрылымдауға, ауданның облыстық әлеуметтік саласын тұрақтандыруға бағытталған көптеген бағдарламалар бекітілді. Депутаттар жергілікті жерлерде жағдайдың қалай болып жатқанын өз көздерімен көру үшін ауылдық округтерге, аудандарға барып жергілікті тұрғындармен жүзбе-жүз кездесіп, сессияларда мәселелерді дайындауға және қарауға белсенді қатысты. Электроэнергияға байланысты тарифтердің өзгеріп, 2 айда бірнеше тариф болған туралы соның бәрін сұрақтар көп. Осы жөнінде біз кәсіпкерлік және инфрақұрылым комиссиясы аудандарды аралап, халықтың ішінде осыны мына оңтүстік жарық және кәсіпкерлік басқармасын, Атамекен кәсіпкерлік палатасын біргелесіп алып жүріп, халықтың ішінде осының бәрін түсініктеме жұмыстарын жүргіздік. Комиссия соңғы кездерде барлық осы аудандарды аралап, ауыз судың сапасын, оған атқарылып жатқан жұмыстардың сапасын көріп, соған баға бергелі отырмыз. Мәслихат төрағалары мен атқарушы хатшылар мәслихат жұмысын сара жолға қоя білді. Өз кезеңдерінде елге адал қызмет етіп, түрлі мінбелерден халықтың жоғын жоқтаған азаматтар сайлау округтерінің тыныс-тіршілігін жіті зерттеп, мәжілістерде тұшымды ой айтып, пікірлерін ортаға салды. Әрі көптеген игі іске бастамашы болды. Мемлекеттік басшысының алдымызға қойған міндеттері мен реформаларды іске асыру барлығымыздың ортақ міндетіміз. Мәслихат қабырғасында халыққа берген уәделерді орындау және облысымызды дамыту мақсатында облыс әкімімен, өздеріңізбен және облыстық мемлекеттік органдармен бірлесе ынтымақтастықта жұмыс жасаймыз деп ойлаймын. Соңғы шақырылымдағы депутаттар кабинетте жылы орнын тастап, жұмысты барлық елді мекендерді аралап, тұрғындардың әлеуметтік жағдайымен танысудан бастады. Туындаған мәселелерді көпшілікпен ақылдасып шешіп, қадау-қадау мәселелерді қозғап, түйдек мәселелерді ортаға салды. Нақтырақ айтар болсақ, әлеуметтік нысандарда қысқы кезеңге дайындау, немесе көктемгі егіс, сондай-ақ күзгі жиын дерім науқаны жұмыстары сияқты істе қалыс қалмады. Оның ішінде бюджетті бекіту және оның тиімді әрі мақсатты жұмсалуын қадағалап, шаруа қожалықтары мен шағын кәсіпкерлікті дамыту, екі қолға бір күрек таппай жүрген талай жұмыссыз жандарда жұмыспен қамту, басы ауырып, балтыры сыздаған ағайынның денсаулығын сақтау, зейнетақы мен балаларға төленетін жәрдемақылардың тұрақты төленуі, бюджет кірістерін молайту, мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту, мектептерде медициналық кабинеттер ашу, дарынды балалармен жұмыс, қылмыс пен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, қоршаған ортаны қорғау, ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын арттыру мәселесі де назардан тыс қалмады. Ауданның ішіндегі болып жатқан мәселелердің бәрін біз өзіміз Түркістан қаласынан сайланған болсам, тек бір ғана Түркістанға ғана болып жатқан мәселелерге ғана шектелмей, облысымызда аудандарға болып жатқан
мындай жұмыс топтары әртүрлі мәселелерге байланысты су мәселесі болсын, газ мәселесі болсын, жаңа білім жағындағы, білім саласындағы мәселелер, денсаулық сақтау мәселелері, әлеуметтік неше түрлі проблемаларды, мәселелерді аудандарға көшпенділі түрінде жиналыстар өткізіліп жатыр, кездесулер, халықпен кездесулер. Сондай да кездесулерге депутаттар өте белсенді қатысып, мен өз басым сондай көшпенділі кездесулерге де көп шығып, көріп, біліп жатқан жағдайымыз бар. Сонымен қатар отандық және шетелдік инвесторлар арқылы инвестиция тарту, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру мақсатында атаулы әлеуметтік көмек алушы отбасыларға жеке шаруашылық жүргізу үшін мал тұқым сатып алуға, жеке меншік іс ашуға, кәсіптік оқудан өткендерге әлеуметтік көмек көрсету жайы күн тәртібінен түскен емес. Одан бөлек тіршілік нәрінен тарығып отырған ауылдарда ауыз су құбырларының тартылуын қадағалап, денсаулық сақтау жүйесін дамытуға өлшеусіз үлес қосты. Мінбелерде қоғамдық тәртіпті нығайту, учаскелік полиция қызметкерлерінің жауапкершілігін арттыру жайы кеңінен талқыланды. Осы депутаттардың арқасында балапан бағдарламасы сәтті жүзеге асып, бірнеше бүлдіршін балалық шағын мектепке дейінгі ұйымда өткізді. Ойдым жолдар біршама ретке келді. Ауылдарды абаттандыру мәселелерін шешуде атқарушы билікпен қоян-қолтық жұмыс істеді. Сосын судың жер астындағы өзендердің өзгеріп кетуіне байланысты дебеті жоқ. Сол су көздері, қорлар таусылған. Солар туралы өте үлкен мәселелер туындады. Сосын біздің өзіміздің жаңағы басқармамен біргелесіп, осы мәселелерді қалай шешу талқыладық. Әрине бірден шешілмейді, кезең-кезегімен шешуді жоспарлап, халықпен кездесіп, халыққа түсіндіру жұмыстарын атқарып отырмыз. Бұрын облыс әкімі лауазымына президент ұсынған бір ғана кандидатураға тек облыстық мәслихаттың депутаттар ғана келісім беретін. Бүгінде мемлекет басшысы өзі ұсынған кем дегенде 2 кандидатурасына осы өңірге қатысты барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының қарау нәтижесін ескере отырып тағайындайды. Бұл өңір басшылары жанама сайлау арқылы қызметте келеді деген сөз. Облыс әкімі Дархан Сатыбалды да қазіргі лауазымға осы жаңа жүйе бойынша тағайындалды. Өкілді билік тармағын өзгерту жөніндегі бұл жаңашылдық парламенттік мәдениетті жоғары және ықпалды халық қалаулылары бар жаңа Қазақстанды құруға бағытталған. Халықтың мұң-мұқтажын тыңдап, соны жергілікті билікпен бірлесіп шешуіміз басты міндет. Және де мақсатымыз. Құрметті депутаттар, сіздерді тұрғындардың өзекті мәселелерін шешіп, ел игілігі үшін бірлесе қызмет етуге шақырамын. Халықтың сенімін ақтау үшін сіздермен бірге аянбай еңбек етуге біз дайынбыз. Халық қалаулылары өздерінің депутаттық міндеттерін орындау барысында өз сайлаушыларымен кездесіп, жеке қабылдауларды өткізді. Атқарған жұмыстары туралы жылына бір рет сайлаушылар алдында есеп берді. Жеке қабылдауға жазылып, өзі келген азамат-азаматшалардың айтқан келген өздерінің мәселелерімен солармен жұмыс жасаймыз. Аудандық мәслихат депутаттары аудан әкімінің жанынан құрылған консультативтік кеңесші органдар мен комиссиялар құрамында маңызды мәселелерді шешуге атсалысуда. Одан бөлек ауылдық округ әкімдерінің өздеріне жүктелген функциялары мен міндеттерінің орындалуы жөнінде есептерін тыңдап, тиісті шешімдер қабылдады. Депутаттар қайырымдылық іс-шараларына да белсенді түрде қатысып, көмек сұраған жандарға қолғабыс жасап, ол үшін созудан тайынбайды. Биыл 2024 жылдың көктемі өте оңай болмады. Осы су тасқын мәселелері біздің батыс облыстарымызда қатты үлкен қиындықтарға ұшырап, үлкен апат болды. Сол жарияланған, төтенше жағдай жарияланған кезден бастап 2-3 күннің ішінде қаражат жиналып, өзі арнайы шот ашылды. Сол шотқа біз өзіміз атаған қаражатымызды жібердік. Сол 2-3 күннің ішінде үлкен қомақты сумма жиналды. Халық аманатын арқалаған жандар өз міндетін жоғары жауапкершілікпен атқарып келеді. Жылдан жылға өкілеттілігі кеңейіп, халықтың сеніміне ие болып, қоғамдағы рөлі артуда. Осылайша үлкен істерде өз қолтаңбаларын қалдырды. 30 жыл ішінде депутаттар корпусы халықтың тұрмыс жағдайын жақсартуға бағытталған экономикалық және саяси реформаларды жүргізуде белсенділік танытты. Әр шақырымның, әр кезеңнің өз міндеттері болды. Қазір бұрынғыға қарағанда облыстың әлеуметтік экономикалық даму дәрежесі өсті. Халықтың тұрмыс жағдайы жақсарып, бюджет түсімі молайды.
мәслихат оның депутаттарды тындыра алады деген қасаң көзқарасты түбірімен өзгертіп, оның құрметті орын емес, жұмысшы органға айналдыра білді. Тарихи кезеңде 8-ші шақырылым депутаттары болуға нәсіп еткен екен. Осы шақырылымда алдарыңызға қойған мақсаттарыңызға жетіп, халыққа қызмет етіп, халықтың алғысына бөлене беріңіздер. Халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайын көтерейік, халықтың әл-ауқаты көтерілсін, Қазақстанымыз гүлдене берсін. Мәслихаттың 30 жылдығымен құттықтаймын. Бәріңізге денсаулық, амандық тілеймін. Еліміз үшін, жеріміз үшін қызмет ете берейік. Осы елдің сенімін ақтайтындай депутат болып, елге қызмет атқара берейік.